Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қолдан жасалған ірімшік рецептін ұсынамын. Видеомды соңына дейін көріп, пікір қалдырып, жасап көруді ұмытпаңыздар. Бұл ірімшікті жасауға 4 қарапайым күнделікті тұрмыста пайдаланатын зат пен 30 минут уақытымыз кетеді. Ең алдымен араластыруға ыңғайлы ыдысымызға 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ және де 1,5-2 қасық тұз саламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Қаймағымыздың майлығы 15-20% болса болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін отқа үйдің қолдың сүтін құйып ысытамыз. Видеодағыдай қайнауға сәл қалған кезде араластырып, дайын қоспамызды осы ыстық сүттің үстінен құямыз. Отымызды баяуға қойып, жақсылап отырып араластырып отырамыз. Арасында жиі араластырып отырамыз, түбі жабыспау үшін және де сары суы жақсылап бөліну үшін. Сары суы бөлініп ірімшігіміз дайын болғанға дейін шамамен 10-15 минуттай араластырамыз. Толық араластырып, видеодағыдай ірімшігі бөлінгенше дейін жақсылап араластырамыз. Отты баяуға қоямыз. Мінеки ірімшігіміз дайын болды. Ендігі дайындап қойған марлымыздың үстіне ыстықтай осы ірімшікті құямыз. Марлымызды 2 қабаттасақ дұрыс болады, сонда арасынан шығып кетпейді. Тура видеодағыдай етіп, орап алып, қасықтың немесе вилканың көмегімен қысып отырып, сары суын шығарамыз. Абайлап отырып, қасықтың көмегімен сары суымызды шығарамыз. Марлымыз жыртылып кетпесін, байқаңыздар. Және де өзіңіздегі қолда бар заттарыңызды пайдаланып, осындай астына тегештер қойып, сары суымызды шығарамыз. Ендігі марлының көмегімен сырымызға форма келтіреміз. Домалақ болсын, кішкене биігірек болса, сырымыз сондай формаға енеді. Ендігі орап, үстінен тарелкамызды қойып, салмақ жасаймыз. Қолыңыздағы бар заттарды пайдалансаңыз болады. Ештеңке болмаса, банканың ішіне су құйып қойсаңыз да болады. Сонда марлының ішіндегі барлық артық сары сулары шығады. Шамамен 15-20 минутқа қойсаңыз жетеді. Менде тура 30 минуттай тұрды. Мінеки барлық ауыр затымызды алып, марлымызды ашамыз. Қолдың көмегімен көрдім, қатыңқырады, яғни өз формасын жақсы ұстады. Мінеки үй жағдайында еш қоспасыз қарапайым заттардан пайдалы ірімшікті әзірлеу жолын көрсеттім. Видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы ас ретінде немесе салаттарға қосып ұсынсаңыз болады. Қолдың сүтін, қолдың жұмыртқасын пайдаланып жасасаңыздар, осындай сары ренді болып шығады. Сіздермен болған Айман, келесі кездескенше сау болыңыздар.